Вот енді вот. Я құрметті көрермендер, жауынгерлік әскери антқа келдіру рәсімі басталды. Міне жауынгерлік ту ортаға шықты. Бұл 28-де 237 әскери бөлімі, әскери ант қабылдау рәсімі. Да, здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня воинской части 28-237, поселок Узнагаш. Личный состав приводится к присяге. Только что появилось боевое знамя. Еще раз повторюсь, Старшего начальника уже встретили, командира части, он поприветствовал всех, боевое знамя здесь, и сейчас начнется официальное приведение военной присяги. Я, құрметті көрермендер, 5 облыстан шақырылған жас жеткіншектер бүгін әскери ант қабылдайтын болады. Ол Түркістан облысы, Ақмола облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Атырау облысы және Маңғыстау облысынан келген жас жеткіншектер міне қазір бір ай көлемінде взводқа бөлініп дайындық сабақтарын өткізілді және бүгін әскери ант қабылдауға сақадай сай болып тұр. Да, друзья, из 5 областей были призваны призывники. Это Мангистауская область, Акмолинская область, Восточно-Казахстанская область, Туркестанская область и Атырауские области. Да, друзья, сегодня официальный гость у нас заместитель председателя гражданской обороны и воинских частей Министерства по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Абикеев Уларбек Ташикулович. Да, сейчас представляется слово лучшему солдату, который показал себя и в боевой подготовке. Отырыңыз. Вышканы көп алмай қойыңыз, вышканы көп алмай қойыңыз, вышканы. Қараңғы болып тұр дейді. Да, наш гость, генерал-майор Абикеев Уларбек, заместитель комитета по гражданской обороне воинских частей Министерства по чрезвычайным ситуациям. Официальный гость, командир части его сейчас встречает. Әскери бөлім командирі подполковник Қасымов.
Да, официальный гость сейчас прибыл. Это генерал-майор Абикеев Уларбек Ташкулович, который когда-то являлся и командиром этой воинской части. Напомню, сейчас у нас начнется официальное принятие военной присяги. Все будьте в прямом эфире. Извините за то, что камера не так снимает. Делаем все возможное. Немножко темно на улице. Прошу всех понять. Сейчас слово дается командиру воинской части, и он делает вступительное слово. Абыроймен қызмет етеді деген сенімдемін. Уважаемые гости, господа офицеры, военнослужащие по контракту солдаты. Сегодня знаменательное событие в жизни нашей воинской части. Вновь прибывшее молодое пополнение, вступая в наши жизни, присягает на верность Родине. Статья 36 Конституции Республики Казахстан гласит, что защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого гражданина. Военная присяга – это основной и нерушимый закон воинской службы. День принятия военной присяги – это необычное и не рядовое событие в жизни каждого военнослужащего подразделения части. Народ Казахстана, президент рассчитывает на вашу бдительность, неподкупность и верность военной присяге. Мы верим, что в последующем, несмотря на холод, в жару с оружием в руках будете защищать покой и благополучие народа Казахстана. Бөлем түзел. Тіктің. Су тобы тап ортасына ады. Да, командир части вызвал сейчас боевую группу. Тутовын алға шақырды. Қазір біздің ресми әскери ант қабылдау рәсімі басталатын болады. Anlatsınız. Еркінсір, оқу пунктің бастығы. Жас сарбаздарды әскери ант қабылдау ресми келтірілсін. Яғыз әскери бөлім командирі оқу пункт бастығына Помидор отключите. дұрыстасыныш. Жоқ, помидор отключите. Я қазір оқу пункттың бастығы бұйрығын берді. Жас жеткіншектер өз орындарына аттанды. Бірер сәттерден кейін әскери ант қабылдауды бірге тамашалайтын боламыз. Помидор отключите. Там возмущается. Пол экрана закрывается. Включить комментарий. Комментарий. Көтеріп тұр бак. Выключить комментарий. Ага. Сізге берген кезде сразу аласыз, пока түсіріп жүре беремін. Я достар, тағы да естеріңізге сала кетем. 5 облыстан шақырылған жас жеткіншектер 6 взводқа бөлінді. Қазір әрбір взводтың алдына барып,
мықты сарбаздарын таныстырып, взвод командирлері мен бөлімше командирларын таныстыратын боламыз. Да, друзья, напоминаю, что из 5 областей были призваны, и они поделились в 6 взводов. У них есть свои командиры взвода, командиры отделений, мы сейчас их будем представлять. Извините за технические неполадки, которые только что были. Да, на улице немножко темно. Я аскериян қабылдау ресми түрде басталды. Я бірінші оқу взводы, взвод командирі аға лейтенант Рижавов бастаған взвод. Бөлімше командирлері, бірінші бөлімше командирі сержант Жұмаш Бария, екінші бөлімше командирі Мусаев Шынасыл, үшінші бөлімше командирі Нұрғисаев Бек болған болатын. Я үздік сарбаздар бүкіл жерде бар. Да, друзья, есть отличившиеся солдаты. Это первый взвод, командир взвода старший лейтенант Рижабов, командир первого отделения сержант Жумаш, командир второго отделения сержант Мусаев Шынасыл, командир третьего отделения Нұрғисаев Бек. Я үздіктерді айта кететін болсақ, саптық дайындық үздіктері қатардағы Ахметжан, Мейрам, Аягөз, ату дайындық үздігі Алғи Нұрсұлтан, Шымкент қаласына болатын. Қазір генерал мырза осы жерде, барлығын құттықтауда. Дене дайындығын үздігі Қошиев Берекет Ақтау қаласынан. Да, были лучшие строевой подготовки. Это Ахметжан, Мейрам, Восточно-Казахстанская область, стрелковых огневой подготовки Айгин Нурсултан из Шымкента и физической подготовки Кошиев Берекет из города Ақтау. Я был бірінші оқу взвода. Міне жас сарбаздарды сап түзеп тұр. Көздерінен байқасаңыздар, керемет бір сәтке кеңелгендей болып тұр. Әрине, бүгінгі күн бәріміздің есімізде қалады, бұлардың есінде өмір бойы қалатыны сөзсіз. Я, көз алдарыңызда екінші оқу взводы, взвод командирі аға лейтенант Әшім Жақсылық бастаған. Бірінші бөлімше командирі аға сержант Утеев Айдос, екінші бөлімше командир сержант Айтқалиев, үшінші бөлімше командирі Нури Бағлан. Үздік сарбаздарға келетін болсақ, қатардағы Тұрсынбай Мейрамбек, қатардағы Сұлтан Бекзат өздерін саптық дайындықтан, физикалық дайындықтан күшті көрсеткен Қалабай Ернұр, Түркістан облысы Аблай Бегалы. Да, друзья, это второй учебный взвод, командир взвода старший лейтенант Ашим Жексылык, командир первого отделения Утеев Айдос, командир второго отделения Айткалиев Тимур и командир третьего отделения Нури Бағлан. Үйреткеннің барлығына үйренген сарбаздар міне әскери бөлімді әскериянт қабылдауда. Барлығын құттықтаймыз. Да, лучшие солдаты. Это рядовой Турсунбай Мейрамбек, Туркестанская область, рядовой Султан Бекзат, город Ақтау, Қалабай Ернур, Туркестанская область, и рядовой Аблай Бегалы, тоже Туркестанская область. Вот солдаты. Барлығының түрі көрінсе екен дейміз. Әрине, ата-аналардың бәрі қарап отырғандар көп. Көрінбей қалса ренжімеңіздер. Бұл техникалық ақаулар барлық жерде болады. Я, құрметті көрермендер, үшінші оқу взводына да жеттік. Үшінші оқу взводы взвод командирі лейтенант Сүйіндік Алланұр, бөлімше командирлары, бірінші бөлімше командирі үшінші сынып сержант Утеев Алтынбек, екінші бөлімше командирі Дос Айтос сержант мырза, үшінші бөлімше командирі сержант Жәнібек Рауан. Осы кісілерін үйреткен, барлығын үйренген сарбаздар міне бүгін әскериянт қабылдауда. Я, бұл жерде әрине үздіктер бар, жауынгерлік дайындық. Жауынгерлік дайындық үздігі
Немездянов Рамис, Түркістан облысы, қатардағы Әділхан Азим, Түркістан облысы, Әбітай Ермахан, Түркістан облысы, қатардағы Белоусов Александр, Түркістан облысы. Нұрланов Дәурен, Шығыс Қазақстан облысынан, Қалибек Ерғали, Түркістан облысы, Байдос Нұрболат, Түркістан облысы, және саптық дайындық үздіктері қатардағы Нұрымов Артур, Атырау облысы, ату дайындық үздігі қатарда Қажыбаев Қуаныш, Шығыс Қазақстан облысынан. С генералом ходить не надо. Ал, бірінші, взводқа келеміз. Келеміз ба? Бірінші командир взвод жақып жүреміз, потом салықтар өтем, бүкіл взводын алып жүріп өтеміз, ақырындап түрлерін көрсетіп жүрміз кеттік. Я был үшінші оқу взвода. Это третий взвод. Еще раз представляю вам командир взвода. Командир взвода лейтенант Сүйіндік Алланур. Командир первого отделения, сержант взвода, сержант третьего класса Утиев Алтынбек, командир второго отделения, сержант Дос Айдос и командир третьего отделения, сержант Рауан Женебек. Да, обучили они этих солдат, они сегодня принимают присягу на верность родине, на верность своему республике, своей стране, республике Казахстан. Я достар, осы тікелей эфирда тамашалап отырған күлі ата-аналардың бәрін бүгінгі керемет сәттермен құттықтаймыз. Әскери ант деген әр ер адамның өміріндегі өте үлкен орын алатын сәт. Әскери ант өмірде бір рет қабылданады, және оған берік болады деп ойлаймыз бүгінгі сарбаздар. Бұл 28-де 237 әскери бөлімі, төтенше жағдайлар министрлігі. Я, ары қаратай бара жатырмыз, 4-ші оқу взводы. Төртінші оқу взводы. Взвод командирі Дәркембаев, аға лейтенант Дәркембаев Сәмен бастаған, бірінші бөлімше командирі Құрбанов Дінмұхаммед, екінші бөлімше командирі Жұмахан Сырым. Және үшінші бөлімше командирі ефрейтор Пернебек Қуат. Я, әрбір взводта үздіктерді жазып алдық. Кешіріңіздер, барлығының тегін оқуға уақыт жетпейтін еді. Үздіктердің фамилиясы оқылатын болады. Дене шынықтыру үздігі Қажы Ахметов Самат, Шығыс Қазақстан облысы деп көрінген екен. Қатардағы Еркебаев Алматы, Атырау облысы, және ату дайындық үздігі қатардағы Төлегенов Рахат, Шығыс Қазақстан, қатардағы Бұлғынбай Бекжан, Шығыс Қазақстан облысы, құтқару дайындығын үздігі дейді. Қатардағы Белдин Александр, Ақмола облысы, қатардағы Ешанғожа Мұхтархан, Түркістан облысы. Я, достар, бұл 4-ші оқу взводы. Көз алдарыңызда, да, 4-й учебный взвод. Командир взвода Дәркембаев, старший лейтенант Дәркембаев Сәмен, командир 1-го отделения Құрбанов Дінмұхаммед, командир 2-го отделения Жұмахан Сырым. Командиром 3-го отделения здесь является ефрейтор Пернебек. Сказали, что лучшие солдаты, показавшие лучшие результаты в боевой подготовке, здесь есть. Это по физической подготовке Қажы Ахметов Самат, Восточно-Казахстанская область, Еркебаев Алматы, Атырауская область. По огневой подготовке лучше есть Төлегенов Рахат из Восточно-Казахстанской области, и также Бұлғынбай Бекжан из Восточно-Казахстанской области. По спасательной подготовке отличились Белдин Александр, Акмолинская область, и Ешанқожа Мұхтархан из Туркестанской области. Показываем вам солдат 4-го взвода. Бұл 4-ші оқу взводы. Енді ата-аналар кішкене беттерінде бетперде болған соң танымай қалу мүмкін, бірақ барлығы осы жерде бәрі керемет, көңіл-күйлер жақсы. Я, құрметті көрермендер, 5-ші оқу взводына да кезек жетті. Взвод командирі Ержан Ернұр. Бірінші бөлімше командирі
кіші сержант Мейрамбай Нұрғанат, екінші бөлімше командирі кіші сержант Молдапаев Айдос, үшінші бөлімше командирі Боранбаев Азиз. Осы сарбаздарға бір ай көлемде оқу жаттығу сабақтарын жүргізген болатын. Оқу пункті осы жақта болды. Осы сержант пен офицерлердің үйренген барлығын үйреніп, не сарбаздар бүгін әскери ант қабылдауда. Жауынгерлік дайындық үздігі қатардағы Еренеев Евгений, қатардағы Поздеев Алексей. Дене шынықтыру үздігі қатардағы Дәрменов Ерболат, қатардағы Нүсіпжан Қалжан. Құтқару дайындығын үздігі қатардағы Тұрғын Диас, қатардағы Тұрсынов Давлат. Да, это 5-й учебный взвод, командир взвода лейтенант Ержан Ернур, командир 1-го отделения младший сержант Мейрамбай Нурканат, командир 2-го отделения Молдапаев Айдос, командир 3-го отделения сержант Боранбаев Азиз. Лучшие, конечно, здесь тоже отмечены, это лучшие по боевой подготовке рядовой Еренеев Евгений, рядовой Поздеев Алексей. По физической подготовке лучшим здесь являлся Дарменов Ерболат, рядовой Нусып Калжан. По спасательной подготовке рядовые Тургун Диас и Турсунов Давлат. Да, перед вами 5-й учебный взвод. Мен! Антыңа адал бол, сарбаз деп айтпақшымыз. Міне, сап түсеген сарбаздар. Көздеріне үміт тола. Төтенше жағдай министрлігіндегі үздік құтқарушылар болады деген ойдамыз. Да, друзья, в очереди 6-й учебный взвод. 6-шы оқу взводы, взвод командирі аға лейтенант Елеусізов Темірлан, 1-ші бөлімше командирі Өмірбеков Алмат, 2-ші бөлімше командирі сержант Сакен Нұрбек, 3-ші бөлімше командирі кіші сержант Райхан Байбек. Я, бұл жерде үздіктер жауынгерлік дайындық үздігі қатардағы Алимбаев Сұлтан, қатардағы Өсербаев Бекжан болып танылған болатын. Дене шынықтыру үздігі Әбілжанов Мерей, қатардағы Мәлібеков Ринат. Құтқару дайындығы үздігі қатардағы Қоңысбек, қатардағы Керьянов Антон. Да, друзья, 6-й учебный взвод, командир взвода старший сержант Елисызов Темірлан, командир 1-го отделения старший сержант Умербеков Алмат, командир 2-го отделения сержант Сакен Нурбек, командир 3-го отделения Райхан Байбек. Да, лучший боевой подготовки это рядовой Алимбеков Султан и рядовой Усерханов Бекжан. Это, еще раз напомню, 6-й учебный взвод. По физической подготовке лучшим показался Абылгажинов Мирей и рядовой Малибеков Ринат. По спасательной подготовке рядовой Кунспек Нурбек и рядовой Керьянов Антон. Перед вами 6-й учебный взвод. Показываем. Тағы да білет. Айта кетейін, ата-аналар кішкене беттері көрінбей жатса, ренжімесіздер. Беттерден де көп көріне бермейді. Мына коронавирус індеті арамызға өмірге көп өзгерістер енгізді. Его законно избранному президенту свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства. Присягаю беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности, воинские уставы и приказы командиров и начальников, стойко переносить тяготы и лишения военной службы, обязуюсь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, строго хранить военную и государственную тайну. Я клянусь мужественным смелым защитником моей родины, государственных интересов независимого Казахстана. Если я нарушу принятую мною... Я бұл тікелей эфирден басқа тағы да әр взводта өз операторлар бар, фотоға түсіріп, видеоға түсіріп жүрген әрбір ата-ана өз баласының, бауырының, туысқанның болса да видеосын, фотосын көретін болады, WhatsApp желісінде жіберілетін болады, оған уайымдамаңыздар. Қанша адам қалды? Сұрақ келін жақындап бар. Қанша адам қалды? Я, әлде әскери ант қабылдау жалғасуда. 5 адам ба? Қазақстан халқының және оның заңды түрде сайланған президентіне бақытты темін қалғанша адал болып азаматтық қатарда еңіз қайратұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқына мен оның заңды түрде сайланған президенті бақытты темін қалғанша адал болуға өзімнің егемен елімнің конституциясы мен жайларын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін.
Я 28-де 237 әскери бөлімнің тарихына келетін болсақ, бұл әскери бөлім Кеңестік социалистік республикалар одағы қарулы күштері бас штабының 1973 жылы 1 сәуіріндегі директивасын орындау мақсатында 1973 жылдың 17 мамырында Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында Орталық Азия әскери округінің қолбасшысының әскерлерімен жеке байланыс взводы базасында Орталық Азия әскери округінде қарасты азаматтық қорғаныс әскери бөлімі болып құрылған болады. Мың 1973 жылы 29 сәуірде КСРО қорғаныс министрінің номер 076 бұйрығымен 30 қараша 28-де 237 әскери бөлімнің құрылған күні болып табылды. Әскери бөлімге жауынгерлік қызыл ту 1975 жылдың 4 сәуірінде тапсырылды. 1979 және 1980 жылдары жауынгерлік және саяси дайындықты жоғары көрсеткіштер үшін әскери бөлім қызыл тулы әскери кеңестік орталық Азия әскери округінің ауыспалы қызыл туымен марапатталған болатын. Қазақстан Республикасы үкіметінің 1995 жылы 22 желтоқсанда номер 18-44 қаулысымен Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі комитет басшыларының ұсынысы бойынша және ол біздің осы әскери бөлімге Бауыржан Момышұлы атындағы қайырымдылық қорынан қолдаумен азаматтық қорғаныс әскери бөліміне даңқты қолбасшы, майдангер, жазушы, Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының есімі берілді. Бұл өте мақтан тұтатын нәрсе. Қазақстанда әскери бөлімдерге осындай батырлардың есімі беру әрбір әскери бөлімге беріле бермейді. Әскери ант қабылдау ары қаратай жалғасуда. Міне көз алдарыңызда жаңағы көрсетіп өткендей 6-шы оқу взводы коронавирус індеті арамызға көп өзгерістер ұсынды. Осыдан бірақ жыл бұрын ата-аналар осында болып, осы балаларымен қуанышын осы жерде тұрып көріп бірге бөліскен болатын. Ондай сәт қазір тумайды. Пандемия әлгі үшін жалғасуда. Карантин ережелері әскери бөлімде сақталуда. Әскери антты қабылдап біткеннен кейін жас жеткіншектер бөліністерге, әскери бөлімнің бөліністеріне бөлінетін болады. Ол құтқару батальондары болсын, қамтамасыз ету бөліністері болсын. Қазақстанның әрбір жерінде төтенше жағдай болып қалса, бірінші кезекте баратын әскери қызметшілер осы сарбаздар. Тек қана сәттілік тілейміз. Әр адам өз әскери бөлімін мақтайды, біз де мақтаймыз. Керемет әскери бөлім. «47 жыл биыл толды». Естеріңізге сала кетейін, 24 желтоқсан күні біз даңқты Бауыржан Момышұлының туған күнін атап өткен болатынбыз. Ресми түрде атап өттік. Ресми шаралар өткізілді әскери бөлімде. Міне қазір 3-ші оқу взводының жанынан өтіп бара жатырмыз. Орыннан қозғалмайды. Саптық дайындықты керемет қылдырып үйреткен екен. Тағы да естеріңізге сала кетсем, қазір міне операторлар түсіріп жүр. Біздің кадрдан көрінбеген нәрселер осы. Әр взводта бар оператор, әр сарбаздың фотосын түсіріп, видеосын түсіріп, сіздерге ата-аналарға жіберетін болады. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Кәсембаев Сержан Қалқанұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып әскери ант қабылдаймын. Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық етемін. Антыңа адал бол, сарбаз деп қана айтамыз. Ары қаратай біздің әскери бөлім туралы жалғастыра кететін болсақ, 1997 жылы 9 шілдеде Қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери бөлімдерінің алғашқы болып 28-де 237 әскери бөліміне жаңа үлгідегі көк түсті жауынгерлік ту тапсырылды. Осы шараға Қазақстан Республикасының алғашқы ғарышкері, халық қаһарманы, Ресей Федерациясының батыры
Тоқтар Әубәкіров қатысып, жеке құрамды құттықтап, жылы лебіз білдірді. Өткен жылдары әскери бөлім ұжымның жауынгерлік құтқарушылары ерліктер мен батырлық үлгілеріне толы даңқты жауынгерлік жол өтіп, олар 1979 жылдан бастап айта кететін болсақ, Медеу шатқалында өртті сөндірді. Одан кейін 84 жылдары бөлім жеке құрамы Алматы облысы Кеген ауданындағы орман өрттерін сөндірді. Айта берсек, өте көп. Әскери анттың және оқып жатқанда естіп қалдыңыздар. Ол жерде осындай сөздер айтылған. Мен Қазақстан Республикасының азаматы, тегі аты жөнін айтып, қарулы күштерінің қатарына кіре отырып, ант қабылдаймын және Қазақстан халқына, оның заңды түрде сайланған президентіне ақтық деймін қалғанша адал болуға, өзім егеменді мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жалғарда және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын сөзсіз орындауға, әскери қызметтің қиыншылықтары мен ауыртпашылықтарына табандылықпен төтеп беруге ант етемін. Әскери істі ынта қойып меңгеруге, әскери және халық мүлігін аялап ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін деп айтып жатыр. Мен отаным тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік мүдделерін ер жүрек әлі батыр қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өз қабылдаған әскери антымды бұзсам, онда мен Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген қатаң жазаға ұшырайтын болайын деп оқуда. Бұл сөздерде үлкен мағына жатыр. Қазір міне әскери ант қабылдау рәсімінің соңғы кездері болып жатыр. Әскери ант қабылдап болғаннан кейін взвод командирлері қазір оқу пункт бастығына жас сарбаздар әскери антқа келдірген туралы баяндайтын болады. Сол сәтті күтудеміз. Әне көріп тұрмыз, соңғы 6-шы взводтарда ғана әскери ант қабылдап атқан сарбаздар ғана қалған екен. Күн шықпай кішкене қараңғы болып тұр. Көрінбеуі мүмкін кішкене, тағы да айып етпесіздер, қолымыздан келген барлығын жасаудамыз. Астынан алсаңшы, астынан. Естеріңізге түсіре кетсем, бізде бүгін қонақта Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі азаматтық қорғаныс және әскери бөлімдер комитет төрағасының орынбасары генерал-майор Әбікеев Оларбек Ташығұлы келіп, жас сарбаздарды қазір әскери антпен қабылдағанмен құттықтайтын болады. Және бүгін бұл жерде қонақта Жамбыл ауданы әкімінің орынбасары Балғабаев Бауыржан Еркінұлы осында, Жамбыл ауданының әкімдігінің төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы подполковник Жанаев Айбекте келген екен. Осы кісілердің құттықтауын қазір бірер сәтте деген кейін тыңдайтын боламыз. Міне қазір оқу пунктінің бастығы баянат күтуде. Взвод командирлері қазір баяндайтын болады. Одан кейін оқу пункт бастығы әскери бөлім командиріне жас сарбаздарын әскери антқа келтірген туралы баяндайтын болады. Одан бізде алда күтілуде әлі сарбаздардың рухын көтеретін ән бар. Соны барлығымыз бірге тамашалайық. Обзорды алып тұрмыз.
Оқу пункті түзет. Тәттір. Түзеле. Ортаға. Полковник мырза, 2020 шақырылымы әскери антты толығымен қабылдады. Оқу пунктінің бастығы майор орынбасаров. Еркін тұр. Оқу пункті түзет. Тәттір. Солға. Не, баянат өтті. Қазір сарбаздар өз орнына аттанатын болады. Одан кейін құттықтау сөздерді тамашалаймыз. Айта кетейік, шақырылымнан кейін әскери қызметшілер осында келгеннен кейін 2 апталық карантинде болды. ПЦР тесттер алынды. Қазіргі таңда бәрі жақсы. Ауруға шалдыққандар жоқ. Сапта барлық сарбаздар. Ата-аналарды құттықтай берсек те болады. Әскери ант қабылдаған жас жеткіншектермен Қазақстан Республикасының мықты қорғаны болсын, мықты азаматтары болсын деген тілекпен біз ары қарата эфирімізді жалғастырамыз. Қазір әскери бөлім командирі Генерал-майор мырза, даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлы атындағы әскери бөлімнің жеке құрамы әскери ант қабылдады. Бөлім командирі подполковник Қасымов. Жас сарбаздар, әскери алған антында аман болсын. Әскери алған күніңдермен шын жүректен құттықтаймын. Я, достар, генерал-майор Абекеев Ұларбек Ташқұлұлы әскери бөлімді әскери ант қабылдауымен құттықтады. Және әскери бөлімдері комитетінің төрағасының орынбасары генерал-майор Абекеев Ұларбек Ташқұлұлыға сөз құттықтау сөзге беріледі. Құрметті сарбаздар, офицер мырзалар, бүгін жас сарбаздар еліміздің алдында, жолдастардың алдында әскер антын беріп отыр. Біздің атамыз, Кеңес Одағының батыры Бауыржан Момышұлы атамыздың айтқандары бар. Адал болсаң ешқашан күймейсің. Ел алдында адал болыңдар. Елдің әке-шешеңе әрдайым ардақты болсын. Ергек
кир келтирмеңдер. Адал служитов аман-есен қайтуыңыздарға тілектеспін. Уважаемые молодые воины, господа офицеры военнослужащих по контракту, разрешите мне от Министерства чрезвычайной ситуации Республики Казахстан поздравить вас с днем принятия военной присяги. Вы служите полку имени Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Это честь для каждого солдата. С становлением Республики Казахстан ваши воинские части наравне шли. Из года в год улучшали свою спасательную боевую подготовку. И вам стало в этом полку проходить службу. Я хочу, чтобы ваши родители вами гордились. А вы никогда не забывали тот день, когда присягали на верность своей Родине. Служите честно. И дай Бог, чтобы через год вы 100% возвратились себе домой. В будущем кто-то из вас станет великим учеными, руководителем разных уровней, акиматом, министрами. Дай Бог, чтобы вам сопутствовала удача. И всегда вспоминайте родной ваш полк, где вы служили, своих командиров. Успехов, удачи, чтобы в вашей жизни только, как сегодня, светило солнце. Алға жігіттер! Келесі құттықтау сөз кезегі Жамбыл ауданының әкімі Алиев Бағдат Байшауылына беріледі. Құрметті офицер мырзалар, қымбатты жас сарбаздар, бүгінгі отан алдындағы адал қызмет жасауға берген анттарың қабыл болсын. Әрқайсың үкілеген үйдің үмітісіңдер. Атар таң келер күнде болашаққа мынау елдің Қазақстан халқының алдындағы борыштарында адал атқарып, үйге аман есен қайтуларыңа тілектеспін. Елдің елдігін, бірлігін сақтайтын сендерден тұратын тәртіп, атаң Бауыржан айтқандай, тәртіпке бағынған құл болмайды деген. Адал қызмет етіп, елдің көк туын желбіретуге сендер көп еңбек етесіңдер. Қашанда адал жүріңдер, аман болыңдар. Рахмет. Келесі құттықтау сөз кезегі Жамбыл ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы подполковник Жанаев Айбекке. Құрметті сарбаздар, офицер мырзалар, бүгінгі ант қабылдау мерекесімен құттықтаймын күнмен. Сіздерге зор денсаулық, ашық аспан және отбасыларыңызға амандық тілеймін. Аман есен отан алдыңыздағы борыштарыңызды өтеп, үйлеріңізге оралуға тілектеспін. Рахмет. Бөлім зіл тік тұр. Салтанатты шеруге. Қазір жеке құрам салтанатты шерумен өтетін болады. Арғаты эфирімізді жалғастырамыз. Взвод бойынша Тұлғалар құттықтап бітті. басқарма офицерлері Ата-аналарда тағы да әскери ант қабылдауымен шын жүректен құттықтаймыз. Зөлі оңға қадақ бас. Яғыз бірінші болып өтетін әскери бөлім командирларының орынбасары және ту тобы бірінші өтетін болады. Артында басқарма офицерлері бар. Алдарыңызда бірінші оқу взводы, взвод командирі аға лейтенант Режабов бастаған топ кетіп бара жатыр.
қаланда екінші оқу взводы пайда болды. Взвод командирі аға лейтенант Әшім. Үшінші оқу взводы лейтенант Сүйіндік бастады. Топ. Көз алдарыңызда 4-ші оқу взводы бастаған аға взвод командирі аға лейтенант Дәркембаев взводы өтіп бара жатыр. Міне, аяқтарын керемет алып бара жатқан сарбаздар саптық дайындыққа үйренген. Саптық дайындық мықты үйренген екені көрініп жатыр. Ержан Елнұр, лейтенант Ержан Елнұрдың взводы өтіп бара жатыр. Бұл 5-ші взвод. Және соңғы болып 6-шы оқу взводы аға лейтенант Елеусізов Темірланның взводы өтіп бара жатыр. Қазір бәрілеріңізге белгілі мен қазақпын әні орындалатын болады. Бүкіл қазақ әскерінің эталоны болып кеткен әндердің бірі. Бөлім Су взводы алға. Су астына тік тұр. Назар, оңға. Я қазір жауынгерлік туды шығарып тастан кейін сарбаздар мен қазақпын деп ән шырқайтын болады. Мен әскери ант қабылдау рәсімін аяқтайтын боламыз. Да, друзья, уходит боевое знамя воинской части. Его место особенное, официальная часть принятия воинской присяги. Мероприятие закончилось. Еркін тұр. Ол түзел. Тік тұр. Алдында қарасы қашыққа қадым. Бас!
Борышы бар қазыларда құртмайсыз, қадірін ашып, қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, барша үнмен қуанса ел бар қазақ. Мен қазақпын, тұрын қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын жыр қазақ. Түйел болсын, түйел болсын, мың қазақ. Бүлінгенде бір қазақ. Түйел болсын, мың қазақ. Бүлінгенде бір қазақ. Оқу полкінің бастығы қару-жарақты тапсырып, күн тәртібі бойынша. Сохранить, как сохранить. Выключил, да? Нет еще. Включить? Все, включить. Включить? Достар, әскери ант қабылдау рәсімі аяқталды. Барлықтарын әскери антқа келтіргенмен құттықтаймыз. Тек қана сәттілік тілейміз. Қош, сау болыңыздар. Ата-аналар, балалары туралы мүлдем мойындамай қойса да болады. Керемет жерде қызмет атқаруда. Қош, сау болыңыздар. Сіздермен болған әскери бөлім комитаторы Сұлтан Дарын. Телефон еще раз. Сохранить.